Kapitan Amerika деген дауыс естілді. Мониторда Ник Фьюри пайда болды. Сізге жаңа тапсырмамыз бар. Бұл жолы ерекше. Капитан Америка сәлем берді. Дайынмын, сэр. Фьюри басын изеді. Біз бір ерекше жағдайды анықтадық. Бұл басқа әлемге апаратын портал. Блоктардан жасалған әлем. Экранда Капитан Америка таңғажайып блоктардан тұратын әлемді көрді. Бұл әлемде не бар, сэр? Біз бәрін біле бермейміз, деді Фьюри. Бірақ онда тіршілік иелері бар. Кейбіреулері достық, кейбіреулері қауіпті. Сізге порталды бақылауға алып, қауіпті бағалау керек. Орындаймын, сэр, деді Капитан Америка. Бұл қызық болатын сияқты. Портал энергияға толы еді. Капитан Америка қалқанын көтеріп, ішке кірді. Ол жұмсақ шөпке қонды. Барлығы блоктардан жасалған екен. Ағаштар, таулар, тіпті күнде. Ол алыстан ауылды көрді. Кішкентай ағаш үйлер бір-біріне жақын тұр. Мұржаларынан түтін бұрқырап жатыр. Ол ауылға абайлап жақындады. Ешкімді қорқытқысы келмеді. Жақын келгенде адамдарды көрді. Олар да блоктардан жасалған, бірақ күлімсіреп қол бұлғады. Капитан Америка тынышталып қалды. Мүмкін бұл әлем онша жаман емес шығар. Ауыл тұрғындары Капитан Американы жылы қарсы алды. Олар оған нан мен сәбіз ұсынды. Ол сыпайылықпен қабыл алды. Сізді біздің ауылға не алып келді, деп сұрады қоңыр сақалды ауыл адамы. Мен көмектесу үшін келдім, деді Капитан Америка. Ол алыстағы порталды нұсқады. Мен сол жерден келдім. Оның қауіпсіз екеніне көз жеткізуім керек. Ауыл тұрғындарының жүздері суыды. Портал қауіп әкеледі, деп сыбырлады сақалды ауыл адамы. Түнде құбыжықтар келеді. Зомбилер. Капитан Америка түсінді. Ол бұрында құбыжықтармен соғысқан. Біз олармен бірге күресеміз, деп уәде берді. Ауыл тұрғындары қорықты, бірақ Капитан Американың сенімділігі оларға үміт сыйлады. Олар түнге бірге қарсы тұрар еді. 4-ші бөлім қорғаныс құру. Капитан Америка дайындалу керектігін білді. Бізге қорғаныс қажет, деді ол ауыл тұрғындарына. Қоршаулар, факелдер, оларды тоқтату үшін кез келген нәрсе. Ауыл тұрғындары жұмысқа кірісті. Олар ағаштарды кесіп, тақтайлар мен таяқтар жасады. Қоршаулар мен қақпалар жасап, ауылды қорғаныс тосқауылымен қоршады. Капитан Америка оларға күзет мұнарасын қалай салу керектігін көрсетті. Сол жерден олар жаудың келе жатқанын көре алады. Күн батқан кезде ауыл дайын болды. Олар барлық жерге факелдер орналастырып, жылы жарық түсірді. Капитан Америка мақтаныш сезімін сезді. Олар бірге жұмыс істеген еді. 5-ші бөлім – зомби шабуылы. Түнде бірінші рет айқайлар естілді. Зомбилер келе жатыр. Олар қолдарын созып, ауылға қарай жүгірді. Капитан Америка қалқанын факел жарығында жарқыратып тік тұрды. Қатарды ұстаңдар, деп айқайлады. Ауыл тұрғындары қаруларын алды. Кейбіреулерінде қылыштар, басқаларында балталар болды. Олар бұрын ешқашан осылай соғысқан емес, бірақ үйлерін қорғауға дайын еді. Зомбилер қоршауларға соғылды, бірақ тосқауылдар шыдады. Капитан Америка қалқанымен құбыжықтарды кері ұрып, шабуылға шықты. Шайқас түні бойы тоқтаған жоқ. Бірақ ауыл тұрғындары батыр еді. Ал Капитан Америка шеберлікпен ерлікпен соғысты. Бірте-бірте олар зомбилерді жеңді. Тек факелдердің жарығы ғана қалды. 6-ші бөлім – батырмен қоштасу. Күн жеңіске жеткен ауылдың үстінен көтерілді. Ауыл тұрғындары қуанып, жеңілдеп, ризашылықтарын білдірді. Капитан Америка күлімсіреді. Олар жеңіске жетті. Ол күні бойы оларға қалай соғысу керектігін үйретті. Ол оларға қалай қорғануға және шабуыл жасауға, қалай бірге жұмыс істеуге болатындығын көрсетті. Ол олардың өзінсіз де дайын болуын қалады. Күн қайтадан батқан кезде, Капитан Америка кетуге уақыт келгенін білді. Ол ауыл тұрғындарының алдында тұрып, қолын қалқанына қойды. Сіздер күшті және батылсыздар, деді ол. Мұны ешқашан ұмытпаңдар. Содан кейін ол бұрылып порталға кірді, риза болған ауыл тұрғындарын артта қалдырды. Ол оларды да ешқашан ұмытпайтынын сезді.